Қайырлы күн оқушылар, сендермен бірге Нұрайым апай. Қазір біз бірге сендер талдаған нұсқаны ары қарай шешетін боламыз. Яғни, сендер талдап маған жауаптарын жібергенсіңдер. Ол жердегі мен барлық сұрақтарға емес, сендер қате жіберген сұрақтарға тоқталып, келесі жолы қате жібермеу үшін түсіндіретін болам. Кеттік ендеше. Бұл нұсқада көп жауапты сұрақтарда сендерде өте көп қателер болды. Ал енді мына алдыңғы бір жауапты 20 сұрақтың ішінде бірнеше қате бар. Бірінші сұрақ қателердің қатарына кіреді екен. Кәсіби сөздер қатары сұрақ. Қараңдар, сұраққа жақсылап назар аударамыз. Кәсіби сөздер, яғни кәсіби деген сөздің түбірінде кәсіп деген сөз тұр. Бұл белгілі бір кәсіпке байланысты сөздер, және ол көпшілікке қолданыста емес, жалпылама емес. Түсінікті деп ойлаймын. Біз бәріміз біле беретін сөздер қатары емес. Ол тек сол бір кәсіпте ғана қолданылуы керек. Кеттік. Бірінші, тарих және мәдениет сөздері. Бұл жалпылама, ортақ сөздер. Біз бәріміз де бұл сөздерді қолданамыз. Келесі, keyword, сын сөздері. Бұл барлығымызға бірдей қолданыста емес сөздер, мына талапқа сәйкес келеді, бірақ белгілі бір кәсіпке байланысты сөздер емес. Бұлар диалект сөздер. Keyword сөзінің мағынасы бұл кейбір аймақтарда сіріңке, кейбір аймақтарда шырпы, оттық деп қолданамыз. Осы диалект сөз болып есептеледі. Яғни әр аймақта сол сөздің әртүрлі атаумен қолданылуы. Келесі, сым сөзі. Сым бұл оңтүстік Қазақстан облыстарында шалбар сөзі. Біз қалған 14 облыс шалбар деп қолданатын болсақ, сол бір облыс адамдары, тұрғындары сым деп қолданады. Демек, бұл диалект сөз деген сөз. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі, сұлтан және болыс сөздері. Сұлтан, болыс, бұлар көне сөздер қатарына кіреді. Неге көне сөздер? Көне сөздер әрине біз мағынасын түсінбейтін сөздер деп түсінбеулерің керек. Көне сөздер қазір қолданыста жоқ. Біз ешкімге бағыттап сен сұлтансың, сен болыссың деп айта алмаймыз дәл қазір. Сол себепті бұл сөздер көне сөздер қатарында, кәсіби сөздер емес. Келесі, кебеже және жаппа. Бұлар да көне сөздердің қатарында кіреді. Көне сөздердің ішінде архаизм сөздер болып табылады. Себебі екеуі де тұрмыстық өмірге қажетті заттар. Кебеже бұл сандықтың түрі, жаппа деген бұл ескі үй, яғни көшіп қону кезінде қолданылатын үйді біз жаппа деп айтады екенбіз. Бір минут. Келесі, өркен және түбіртек сөздері. Өркен мен түбіртек бұл кәсіби сөздер. Себебі өркен және түбіртек екеуі де қызылша кәсібінде қолданылатын сөздер. Әрине бұл сөздер сендерге таныс емес. Себебі қызылша кәсібінде ғана қолданылатын болғандықтан, бұны сендердің білмеулерің заңдылық. Сондықтан жауабымыз Е варианты болады. Бұл кәсіби сөздерді жаттап алуға тырысу керек. Не болмаса, осылай вариант арқылы талдап тауып алуға болады. Мен сендерге нұсқа арқылы талдап тауып алуды ұсынамын. Осылай мына тарих пен мәдениеттің жалпы сөз екендігін, keyword пен сымның диалект екендігін, сұлтан мен болыс және кебеже жаппа сөздерінің көне сөздер қатарына кіретінін біліп тұрсаң, онда саған бұндағы кәсіби сөздерді табу қиын емес. Келесі. Келесі біздегі қате болған жауап ол 5-ші сұрақта екен. 5-ші сұрақ. Сөйлемдегі күрделі сөздің түрлерін табу керек. Күрделі сөз дейді. Сұраққа назар аударамыз. Бізде жай сөз бар, күрделі сөз бар. Күрделі сөз бұл мен сендерге өткен сабақтарда түсіндірген, білмеймін, бірақ не үшін қате қайтадан жібердіңдер. Күрделі сөз ішінен 4-ке бөлінеді. Күрделі сөз дегеніміз сол, жалпы екі немесе одан да көп сөздердің бірігуінен, қосарлануынан, қысқаруынан, тіркесуінен пайда болатын сөздер. Күрделі сөздің 4 түрі бар. Кешірім өтінемін, менің мұнда пенсилмен мәселе болып жатыр. Біріккен сөз. Келесі, қос сөз. Келесі, бәрі жақсы, не үшін ажырап кетіп жатыр екен? Қос сөз. Келесі, қысқарған сөз. Келесі, тіркескен сөз. Енді айтады бізге, мына сөйлемде күрделі сөздің қай түрі бар дейді. Қазақстанның геометриялық орталығы Ұлытаудың маңындағы кіші тауда дейді сұрақ.
күрделі сөздің қай түрін байқап тұрсыңдар? Әрине, ол біріккен сөз, міне Ұлытаудың және Кіші тау деген. Ұлы және тау деген екі сөздің бірігуінен жасалған. Кіші және тау деген екі сөздің бірігуінен жасалған. Түсінікті деп ойлаймын. Жауабымыз сонда біріккен сөз болады. Егер вариантпен жұмыс істейтін болсаңдар, былай назар аударсаңдар болады. Күрделі сөздің ішіне мына төртеуі кіретін болса, демек түбір сөз ол күрделі сөз емес. Алып тастайсыңдар. Туынды сөз ол күрделі сөз емес, алып тастайсыңдар. Сосын біріккен және қысқарған қос сөздерді іздеп табуларыңа болады. Мына жерде біріккен сөз бар, ал қысқарған сөз жоқ және қос сөз жоқ. Демек, жауабымыз біріккен сөз болады. Келесі сұрақ. Келесі бізде 60 сұрақ қате болған екен. Бастауыш қызметіндегі мезгіл үстеуін табу керек. Мезгіл үстеуі ата айтып тұрғандай мезгілді, яғни уақытты білдіретін үстеудің түрі. Бастауыш бұл сөйлемдегі тұрлаулы мүшелердің қатарына кіретін, атау септігінде тұратын кім, кімі, нені, кіммен емес, кімі, нені, кім, не, кімім, нем деген сияқты сұрақтарға жауап беретін, бұдан да көп сұрақтарға жауап бере алатын сөйлем мүшесін біз бастауыш деп айтамыз. Енді қараңдар. Жақыннан қарасаң да алысты байқа. Бұл жерде ешқандай уақытты білдіретін сөз жоқ. Вариантты сызамыз. Келесі, көп ел бұл сарқылмас көл дейді. Бұл жерден мезгілді білдіретін үстеу байқап тұрмыз ба? Жоқ. Елдің ертеңі жастар. Мұнда ертең деген мезгіл үстеуі қолданылған. Демек, бұл вариант бола алады. Бұны қалдырайық. Келесі, ақырын жүріп анық бас. Қандай үстеу бар? Мезгіл үстеуі бар? Жоқ. Қалай бас, анық бас, бірақ бұл мезгіл үстеу емес. Мына пенсилға не көрінді? Жолдасы көптің олжасы көп. Бұл жерде ешқандай мезгілге қатысты сөйлем байқалмайды. Сәйкесінше жауабымыз біздің С варианты болады. Кімдер? Мынау бастауыш пен баяндауыш арқылы жасалған сөйлем. Мынау бастауыш, мынау баяндауыш. Өйткені мынау сөздің, сөйлемнің басы, мынау сөйлемнің соңын түйіндеп тұр. Сәйкесінше елдің ертеңі деген қатардан біз қашан деген сұрақты қойып мезгіл үстеуін тауып аламыз. Сәйкесінше бұл вариант дұрыс болады. Біз мынаны шатастырмауымыз керек бастысы. Бастауыш бұл синтаксисте талданады. Мезгіл үстеуі бұл морфологияда талданады. Яғни сөз табы ретінде талданады. Сөз табы мен синтаксис сөйлем мүшесіне талдаған кезде осындай кішкене өзгешеліктер болады. Біз сөйлем мүшесіне талдаған уақытта сұрақты тіке қоямыз. Оны ішін ашық талдамаймыз. Ал енді сөз табына талдаған кезде біз елдің ертеңі деген сөзді бөлек қарастырып алып, оған бөлек-бөлек сұрақ қойып, сәйкесінше оған бір сөз табын қарастыратын боламыз. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі сұрақ. 8-ші сұраққа дейгенімізде. 8-ші сұрақ. Оңашаланған айқындаушы бар сөйлемді табу керек. Оқушылар, бізде айқындауыштың екі түрі бар. Айқындау деген сөздің өзі айтып тұр сендерге. Айқындау, яғни бір нәрсені анықтай түсу. Анықтай түсу, нақтылай түсу дегенді білдіреді. Енді бізге айтады, осы жерден біз оңашаланған айқындауыш табуымыз керек. Бізде айқындауыштың екі түрі бар. Оңашаланған, екіншісі қосарланған. Мұнаға назар аударыңдар. Оңаша деген сөз көп көзінен таса, егер тура мағынасына келетін болсақ, ешкім жоқ жерде деген сияқты мағынаны білдіре алады, немесе аз деген сияқты мағынаны береді. Бөліктену деген мағынаны бере алады. Біздің қолданбамызда бұл бөліктену деген мағынаға көбірек келеді. Енді оңашаланған айқындауыш бұл сөйлем ішінде сөзді одан сайын айқындай түсу үшін келесі рет оған анықтама беруге қабілетті сөздер деп қарастыра аламыз. Мысалы, мен
кеше деймде, кеше нақтылаймын. Яғни 17 қаңтарда ауылдан келдім. Маған негізі жеткілікті еді кеше деген сөзді қолдану, бірақ мен ары қарай өзімнің сөйлемді нақтылай түсу үшін, нақты ақпарат беру үшін 17 қаңтарда деп қосақтап айттым. Міне, бұл оңашаланған айқындауыш болады. Түсінікті ма? Келесі, ал енді қосарланған айқындауыш қалай көрініс табады? Қосарланған айқындауыш бұл көбіне зат есіммен қосақталып жүреді. Адам есімдерін, оның кәсібін айқындауда, оның өзге адамдардан ерекшелігін айқындауда қолданылады. Мысалы, ақан сері десек. Бұл сөйлем ішінде енді кеше біздің ауылға ақан сері келді дейік. Біздің ауылға ақан сері келді. Ақан десе жеткілікті еді, бірақ біз сері деген сөз қосақтап айттық. Көрдіңдер ма? Ал енді ерекшелігі мынау. Оңашаланған айқындаушта біз оны міне сөзді қолданамыз да, содан кейін қайтадан яғни деп, немесе яғни демейде нақтылай түсеміз. Келесі сөз қолданбамызда. Ал қосарланған айқындаушы ол жанында қосақталып көрініп жүреді. Мысалы, жай ғана жомарт емес, дәрігер жомарт келді үйге. Ол жай жомарт деп қолданып тұрған жоқпыз біз. Біз оның дәрігер екендігін айқындап тұрмыз, және оны қосақтап айқындап тұрмыз. Айырмашылығы сол, мына екеуі бөлек көрініс табады, ал енді қосарланған айқындаушыда екеуі қосақталып бірге жүреді. Түсінікті ма? Енді қараңдар, оңашаланған айқындауыш бар сөйлемді табуымыз керекпіз. Ахмет қонақтарын жазғы үйіне енгізді дейді. Бұл жерде ешқандай айқындауыш жоқ. Сөйлем сөздер орында ешқандай нақты өзге ақпараттар жоқ. Бұл үйдің сипаты қысқы үйден бөлек дейді. Бұнда да ешқандай айқындауыш көріп тұрған жоқпыз. Келесі, аңшы елек кәрі бұғының ізіне түсті дейді. Аңшы елек. Бұл айқындауыш, бірақ айқындаушының қай түрі? Қосарланған айқындауыш. Ол електің жай ғана елек емес, оның аңшы елек екендігін айқындап тұр. Бірақ ол бірге келіп тұр сөзбен, көрдіңдер ме? Және жаңағы атау зат есіммен қосақталып келеді деп айттым әдетте. Көрінісі осылай қысқасы. Келесі, біз Әйкеннің Жолтайдың қарындасының үйіне бардық. Қараңдар, мына жерде міне айқындауыш бар. Әйкеннің дейді бірінші, Әйкеннің деп бастап аламыз, және ол Әйкеннің Жолтайдың қарындасы екендігін нақтылай түсеміз келесі қолданбамызда. Бұл айқындауыш, айқындауыштың оңашаланған айқындауыш деп аталатын түрі. Сәйкесінше біздің жауабымыз Д варианты болады. Екі бассыздықтар жерлестердің табысына сүйіндіреді. Бұл жерде ешқандай айқындауыш жоқ. Келесі сұрақ бізде 11-ші сұрақ екен. 11-ші сұрақта бізде қате болыпты. 11 мәтел берілген нұсқа деген сұрақ. Оқушылар, қараңдар. Бізде мақал бар. Мәтел бар. Мақал тура мағыналы, мәтел астарлы мағыналы. Бұны қалай түсінеміз? Мақалда біз ары қарай оны ашып астарын түсінуге мәжбүрлемейді. Бізге қажет емес. Ал мәтелді біз түсінуіміз керек болады. Ол тура мағынасында айтылып тұрған жоқ. Мақал бір оқығанға түсінікті, мәтел түсініксіз. Болды, айырмашылығы осы ғана. Қараңдар. Бірінші вариант, сыйлық қымбат емес, сыйластық қымбат. Ешқандай артық сөз жоқ, түсінікті. Сыйлықтың қымбат емес екендігін, екі ортадағы сыйластықтың қымбат екендігін айтады. Бұны кез келген адам бір тыңдағанда түсінеді. Демек, бұл мақал. Келесі, алдыңа келсе, атаңның құнын кеш дейді. Түсінікті. Алдыңа келіп тұрған болса, тіпті атаңның құны болса да кешіруге болады дейді. Бұл да мақал, өйткені мағынасы түсінікті, ешқандай артық ой жоқ. Астарында бір нәрсе түсіну керек емес. Келесі, сабақты ине сәтімен дейді. Ал неге ол сабақты ине, неге ол сәтімен деген сауал туындайды бізде. Біз оны түсінуіміз керек болады. Келесі нұсқаларын қарап шығайықшы. Қайтып кірер есігіңді қатты жаппа дейді. Бұл да түсінікті, демек мәтел емес. Ердің атын еңбек шығарады. Түсінікті, ешқандай артық ой жоқ астарында. Тек бізде С варианты астарлы мағынада тұрғандықтан бұл белгілі бір әрекетті түсінуге итермелейтіндіктен бізді жауабымыз С варианты болады. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі сұрақ бізде 15-ші сұрақ екен.
Қыстырма сөз қатысқан сөйлемді табу керек. Қыстырма сөз дейді. Оқушылар, мына сөздің мағынасына қараңдаршы. Әдетте қазақ тіліндегі кез келген тақырып оның өз мағынасын ашып тұрады. Егер сен түсініп алған болсаң, мына сөздің мағынасын біліп тұрған болсаң, онда сен оны оңай табасың. Қыстырма сөз, яғни қыстырылысып жүретін сөз, иә. Ол қыстырылыспашы деп біз қай кезде айтамыз? Адамның қажеті жоқ әңгімеге араласқан кезінде айтамыз. Мысалы, екі адам сөйлесіп тұрмыз, екі адам бір мәселені шешкіміз келеді. Үшінші адам қыстырылса, біз үшінші адамға айтамыз: сен бұл жерде ешқандай мәселені шешуге бізге көмектесе алмайсың, қыстырылма дейміз. Дәл сол сияқты қыстырма сөз бұл сөйлем ішінде қыстырылысып жүретін, оны алып тастаған кезде сөйлем мағынасы ешқалай өзгермейтін, ешқандай бір сөйлем мүшесі ретінде орны жоқ сөздерді айтамыз. Енді қараңдар, қыстырма сөз қатысқан сөйлемді табайық. Олай болса, добрыймен қандай байланысы бар мұның дейді. Олай болса дейді. Қараңдар, мұндағы олай болса деген сөз сөйлемге соншалықты қатысы бар болып тұр ма? Жоқ, иә. Сөйлемде ешқандай бір алып тұрған орны жоқ. Демек, бізге бұл вариант болады. Қазір айналып келеміз. Қайда әлгі алып, шақыршы өзін дейді. Бұл жерде ешқандай қыстырма сөз жоқ. Сөзге ешқандай бір минут. Мына пенсилда, иә. Қайда әлгі алып, шақыршы өзін дейді. Бұл жерде ешқандай қыстырма сөз жоқ. Яғни мағынасы жоқ, бірақ сөзге қосақталып келіп тұрған қыстырма сөз көріп тұрған жоқпыз. Келесі, қап, мен бауырсақ әкелмеп ем дейді. Қап дейді. Қаптың бұл жерде мағынасы бар. Бұл тура мағынасында емес, әрине. Өкінішті білдіріп тұр, иә. Әттең-ай, мен бауырсақ әкелмей қалып едім. Қап, мен бауырсақ әкелмеп едім дейді. Демек, бұл мағынасы бар. Және бұл одағай сөз болады. Сондықтан бұны біз сызамыз. Бізге қыстырма сөз керек себебі. Мұнша тулағаның не дейді. Деген кезде біз енді бұл дөрекі сөз болса да, оны қаратпа мағынасында немесе эмоциямызды білдіру үшін қолданып тұрмыз. Сәйкесінше бұл д вариантында сызамыз. Құлагер, құлыныңнан керімедің дейді. Бұл жерде ешқандай мағынасы жоқ, сөз жоқ, иә. Сәйкесінше е вариантын сызамыз. Демек, жауабымыз а варианты болады. Неге? Себебі қара. Олай болса деген сөзді алып тастаған күннің өзінде біздің эмоциямыз, біздің бергіміз келген сөйлем ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Добрыймен қандай байланысы бар мұның деп сұрауға да болады. Олай болса, добрыймен қандай байланысы бар мұның деп сұрауға да болады. Екі сөйлемнен ешқандай өзгеріс жоқ. Сәйкесінше 15-ші сұрақта біздің жауабымыз а варианты болады екен. Келесі сұрақ. Келесі қате сұрақ, бұл бізде 17-ші сұрақ екен. Кәсіби сөзге жататын ара атауын табуымыз керек. Қазір мен бұл сөздерді көздеріңше іздеп талдап көрсетем. Біздің бірінші сөзіміз ол пышқы болды. Пышқының не екендігін білейік енді. Пышқы деген бұл қазақ тілінің аймақтық сөздігінде берілген екен. Пышқы ара дейді. Міне, көріп тұрсыңдар ма? Пышқы мен ара сөзі қатар жарыса қолданылады. Пышқыны ағаш кесу үшін пайдаланамыз. Демек, пышқы сөзі ара деген мағынаны бере алады екен. Келесі бізде қандай вариант бар? Бәрін қарап шығайық. Атауыз, аңғыру, тұшуыр, пәрбі дейді. Мынаған жазып қояйық. Бұл ара екен, араның екінші қолданбасы екен. Ал атауыз деген не екен? Атауыз деген бұл міне ағаш шеберінің бұйымды қысып қойып, жонуға, сүргілеуге, кесуге арналған көмекші құралы немесе қысқы. Бұл біздің кәдімгі күнделікті өмірде тұрмыста қолданатын затымыз. Тек оның қазақша атауыз екенін білмейтін шығарсыңдар. Келесі сөз бұл аңғыру дейді. Аңғыру деген сөздің мағынасы. Аңғыру.
ұңғырау немесе бұл ұстаның аспабы екен. Ұңғырау жасалуы мен пішіні бойынша пышақ сынды болып келеді дейді. Суреті бар ма екен біз көре алатындай? Шатаспасам мына зат болу керек, мұндағы заттардың бірі. Міне бірінші тұрған моғал ұңғыру, міне мына зат. Бұл қолданылады екен, пішіні бойынша пышақ сынды болып келеді, қайқы пышақ деп те айтады дейді. Ағаштан жасалған ыдыстардың ішін оюға, қырнауға арналған құрал болып есептеледі. Келесі бізде қандай сөз бар еді? Тышуыр деген сөз бар, және пәрбі. Тышуыр деген не екен? Тышуыр деген бұл бұрап төсетін құрал. А пәрбі деген бұл шойын тескіш құрал дейді. Міне екеуіне анықтама берілген. Түсінікті ғой? Демек біздің жауабымыз бұнда пышқы болады екен. Енді бұны табу үшін оңай. Осы сөздерді естеріңе сақтап қалуға және бұндай кәсіби сөздер кездесе қалатын болса, мүмкіндігінше интернеттен іздеп, суретін қарап, көз алдарыңда қалдыруға тырысыңдар. Түсінікті ма? Келесі бізде қате болған сұрақ, бұл 19-шы сұрақ екен. Толықтауыш қызметіндегі сын есім қатысқан сөйлемді табу керек. Кеттік. Бұл жаңағы бастауыш қызметінде тұрған үстеуді тап деген сияқты сөйлем болды ғой, сұралған дәл сол сияқты. Қайталап айтамын, синтаксис пен морфологияны бір-бірімен шатастырмаймыз. Мынау сөйлем мүшесіне талдау. Сын есім бұл сөз табына талдау. Мынау сөйлем мүшесіне бұл сөз табына талдау. Сөз табы. Енді кеттік. Толықтауыш сөйлем мүшесі ретінде қандай сұрақтарға жауап береді? Толықтауыш мына атау мен іліктен басқа қалған 5 септіктің сұрақтарына жауап бере алады. Яғни барыс септік, жатыс септік, шығыс, табыс, көмектес септіктердің сұрақтарына жауап бере алады. Осы 5 септікті. Кімге неге, кімді нені, кімнен неден, кімді нені, кешіріңдер, жатыс септік кімде неде, көмектес кіммен немен деген сұрақтарға толықтауыш жауап бере алады. Ал енді сын есім қандай сұраққа жауап береді? Сын есім сөз табы ретінде қандай, қай деген сұраққа жауап береді? Болды. Енді біз іздейміз мұнда. Мына сұрақтарға да мына бесеуінің біріне жауап бере алатын емес, және бесеуінің бірінің сұрағына жауап бере алып тұрып, түбірі қандай, қай деген сұраққа жауап бере алатын сөзі бар сөйлемді. Кеттік. Үлкенді кішілі түгел жиналды. Кімдер түгел жиналды? Үлкенді кішілі түгел жиналды. Бұл жерде ешқандай толықтауыш жоқ. Бірінші толықтаушты дейікші. Сабақты ине сәтімен, қандай ине сәтімен, сабақты ине сәтімен, кімді, нені, кімге, неге, кіммен, немен деген сұрақтарға жауап беріп тұрған сөз жоқ. Келесі, үлкенді сыйласаң, қадірлі боларсың. Кімді сыйласаң, үлкенді сыйласаң. Міне біз толықтауыш тауып алдық. Енді оның түбіріне қараңдар. Үлкен дейді. Үлкен деген қандай сұраққа жауап береді? Қандай деген сұраққа жауап береді? Сәйкесінше міне толықтауыш қызметінде тұрған сын есім деген осы. Яғни ол міне сын есім еді. Үлкен деген сөз еді. Ол толықтауыш қызметіне ауысты да үлкенді деген сұраққа жауап беріп кетті. Кімді деген сұраққа жауап беріп кетті. Яғни табыс септіктің сұрағына жауап беріп тұр. Түбірі қандай, қай деген сұраққа жауап беріп алып тұр. Жауабымыз демек С варианты болады. Түсінікті ғой, иә? Келесі бізде қате сұрақ 20-шы сұрақ екен. Тағы да қыстырма сөз қатысқан сөйлемді іздейміз. Қыстырма сөз, қайталап айтам, сөйлемде ешқандай орны жоқ. Біз ол сөзді алып тастасақ та, ешқандай сөйлемнің мағынасы өзгермейтін сөздерді айтамыз. Енді кішкене жүрсек, алдағы тосқауылдан өтіп те кетеміз. Бұл жерде ешқандай сөйлем мағынасына әсер етпей тұрған керексіз дейтін сөз жоқ. Әрқайсының өзің атқарып тұрған орны бар сөздердің. Бәсе, солай болады деп айтып едім ғой дейді. Мына жерде қыстырма сөз бар. Бәсе деген сөз қыстырма сөз. Егер біз оны алып тастасақ, сөйлем өзгермейді. Солай болады деп айтып едім ғой деп айтуға да болады, немесе бәсе, солай болады деп айтып едім ғой деуге де болады. Бұл варианты. Келесі, қалғандарын да талдап шығайық. Енді бізге жеңіл болсын. Бір минут. Ой, айналайындар-ай, шаршап қалған боларсыңдар дейді. Ой, айналайындар-ай, шаршап қалған боларсыңдар. Бұл жерде бұл эмоцияны білдіре алып тұрғандықтан сөйлемде өзіндік орны бар. Бұл
қыстырма сөзден гөрі қаратпа сөзге көбірек келеді. Айналайындар ай деген кезінде. Келесі, бұл жөнінде ертең сағат 9-да үйде отырып сөйлесерік дейді. Мынау қандай сөз екенін көрдіңдер ма? Осыны комментарийға жазып кетіңдерші. Мен сендердің түгел көріп көрмегендеріңіз сол кезде білемін. Мынау қандай сөз? Ертең сағат 9-да үйде отырып сөйлесерік дейді. Біз осы туралы жаңа айтып кеттік. Бұл қандай сөйлемде қызметі бар? Апырау, қарақтарым, амансыңдар ма өздерің дейді. Бұл жерде эмоция білдіріп тұр. Қарақтарым деген кезде қаратпа сөз, апырау деген кезде біз эмоциямызды білдіргіміз келіп тұр. Демек жауабымыз сол варианты болады. Жақсы, ендеше қалған көп жауапты сұрақтарды қазір мен бөлек салам. Мына видео сабақты тоқтатамын.